Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 80-ші сабақты өтеміз. Балалар, бүгін жаңа әріппен танысамыз. Бұл әріп ю әріпі. Балалар, ю әріпі и және де у әріптерінің қосындысынан жасалады екен. Яғни бұл дауысты дыбысқа жатқызылады. Ю әріпін айтқан кезде біздің құлағымызға и және де у болып естіледі, ал жазылған кезде ю әріпі, яғни бір әріпті жазатын боламыз. Балалар, ю әріпін түймелерден жасап көрейік. Тамаша, өте керемет шықты. Олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Балалар, мына бір сөзді табайық. Бұл жерде біз ою сөзі екен. Қарасаңыздар балалар, ою деген сөзді біз жазған кезде екі әріпті жазамыз. О және де ю әріпін жазамыз. Ал бұл жерде бізде ю әріпін екі әріптің қосындысы ретінде көрсетіп тұр. Сондықтан да бұл жерге үш жаңағы төртбұрышты берген екен, яғни сызбаны берген екен. О бас дауысты әріп, и дауыссыз, у дауысты қылдырып. Яғни оқитын болсақ, ою сөзі. Ю әріпі и және де у әріпінің қосындысынан тұрады деп көрсетіп қойған стрелкамен. Мына жерде балалар, қарасаңыздар, бұл балалар не істеп отыр? Дұрыс айтасыздар, ою салып отыр екен. Олай болса, осы суретке қарап отырып, біз мынандай мәтін құрастырдық. Балалар үстелдің үстіне түрлі түсті қағаздарын жайып, ою салуға кірісті. Әрқайсысы өзіне ұнаған өрнек түрін таңдап, әдемі нақышпен бейнелеп отыр. Балалардың көңіл күйі көтеріңкі, өйткені олар өз қолымен әсем дүние жасауды жақсы көреді. Жұмыстары дайын болғанда, бәрі қуанып, бір-біріне өз оюларын көрсетіп, мақтанып қойды. Мінекей балалар, суретке қарап осындай мәтін құрастырдық. Ары қарай келесі тапсырма, ю әріпі бар сөздерді берген екен. Сол сөздерді бәріміз бірге буынға бөліп оқып көрелік. Қию, қою, қою, тою, көю, төю. Балалар, бұл бірінші, екінші, үшінші бағандағы сөздердің барлығы бір буыннан тұратын сөздер. Себебі бұл жерде тек бір ғана дауысты дыбыс бар. Ал келесі азаю, көбею. Бұл жерде үш дауысты дыбыс болғандықтан үш буынға бөлеміз. Бірақ та балалар, біз тасымал жасаған кезде бір әріпті тасымалдамаймыз. Сондықтан да төю деп тасымал жасамаймыз. Көбею деп тасымал жасамаймыз. Сызықша бею деп тасымал жасақ болады екен. Буынға бөлінгенімен тасымал жасаған кезде бір әріп тасымалданбайды. Осыны естеріңізде сақтап алыңыздар. Бізге ою туралы мәтін берген екен. Осы мәтінді мен сіздерге оқып берейін. Сіздер тыңдап отырыңыздар. Содан кейін барлығымыз ішімізден қайталап бірнеше мәрте оқитын боламыз. Ою. Әлия бояумен ою салды. Самат ою ойды. Ал Арнұр ермексаздан ою жасады. Оюлар әдемі болып шықты. Ою ұлттық нақыш. Жаңылтпаш. Ойым барды, ойналмастан ойын қалды. Жаңылтпашты кәне балалар тағы да бір рет қайталап оқиықшы. Ойым барды, ойналмастан ойын қалды. Олай болса балалар, мына мәтінді және де жаңылтпашты өздеріңіз бірнеше рет қайталап оқып шыға қойыңыздар. Келесі тапсырма, қанша әріп, қанша дыбыс бар? Тап дейді. Олай болса балалар, біз аю деп айтамыз. Айтқан кезде бізде үш
дыбыс естіледі, иә? Ал жазған кезде екі әріп жазады екенбіз. Ою сөзінде де сондай балалар, екі әріп жазамыз, үш дыбыс естиміз, иә? Демек, аю сөзінде екі әріп, үш дыбыс бар, ал ою сөзінде екі әріп, үш дыбыс естіледі екен бізге. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.